келесі құралымыз бізде нүктелі қалпына келтіру құралы болып табылады. Бұл құралдың көмегімен біз мысалға әртүрлі суреттің адамның денесіндегі әртүрлі ақауларды қалпына келтіруге болады. Мысалға былайша қалпына келтіруімізге болады екен. Болмаса былай мынандай әртүрлі жаралар болсын, басқа нелер болсын қалпына келтіруге өте ыңғайлы құрал болып табылады екен. Және де бұл құралдың бір несі ерекшелігі, бұл әрқандай текстурадан жаңа бір текстура ажыратып ала алады. Мысалға текстурадан жасау деп алатын болсақ, мысалға мына жердегі нелері шашының несін яғмай өшіп кетті. Ал егер де осыны біз жаңағы текстураны таңдамай жай ғана жақындату қасиетін таңдайтын болсақ, ол кезде бізде шашымыз бетіне қарай шығып кетеді екен. Және де бұл жерде тағы бір өте бір маңызды нелердің бірі, фотошоптағы құралдардың бірі бұл қызыл көздер деп аталады. Яғни мысалға бізде суретіміздегі персонажымыздың көзі мысалға қызыл болып, әрқандай түнде түсірілген суреттерде мысалға адамның көзі қызыл болып көрінеді. Сондай нелерді, ақауларды жою үшін осындай қызыл көздер деген құрал бар. Оның көмегімен жай ғана көздің қызылына апарып бір ғана шертсеңіз, көзді қалпына келтіріп өз несінде қойып бере алады екен. Және де келесі құралымыз бұл кист, қылқалам. Бұның көмегімен әрқандай нелер жасауға, әрқандай сызбалар сызуға болады. Сызба болғанда мысалға бұл жерде фотошопта қылқаламдардың бірнеше топтары көріп тұрғаныңызда, бірнеше топтары бар. Әртүрлі нелер, негізгі қылқаламдар деген сияқты бірнеше түрлері бар екен. Солардың арасынан мысалға негізгілерінен ауысатын болсақ, негізгілер мынау тек қана шеңберлі нелер, қылқаламдар болып табылады екен. Олардың көмегімен мысалға алдыңғы қатарда түсіміздің көмегімен сызба сызуымызға, яғни оның немесе оның жаңағы несінің қаттылығын азайтып, оны көрінбейтін андай шеттерінің қыры жоқ қылып сызуға да болады екен. Және де бұл жерде тағы бір маңызды құралдардың бірі штамп болып табылады. Бұл штамптың көмегімен біз мысалға альт батырмасын басып тұрып бір көшірілетін жерді таңдаймыз. Мысалға бір мышкамен бір рет шертеміз, және де сол алаңды бізге мысалға қалаған жерімізге қойып береді. Мысалға мына жерге қоятын болсақ, сол алаңды бүйтіп қоюымызға болады екен. Және де әр қойған неміз тура осы жерден алып отыру үшін мына жерде птичканы алып тастауымыз керек. Ал бұл жерде птичка тұратын болса, бізде осы кист тұрған, курсор тұрған жерден қай жерде ерекшелеген болсаң, сол жерден ғана алып алатын болады екен. Сол үшін бұл птичканы алып тастап, жай ғана былай не қылуымызға болады екен. Болмаса тағы да альт батырмасын басып тұрып, мына жерін алып, бұлайша түсіруге
болады екен.